Қыздар, мен мына түймесіз қалған екен, ілгек. Соны тігейін деп жатырмын. Және сендерге күшті бір ертегі айтып берейін, жаңадан шығарған ертегі. Тыңдайсыңдар ма? Да. Жақсы. Баяғыда бір Шебергүл деген қыз болыпты. Ол өте шебер екен. Қолынан бәрі келеді екен. Инемен, жіппен, неше түрлі көйлектер тігіп, сым бар ғой тоқитын. Сонымен шарф, малақа, қолғап, шұлықтар тоқи алатын болыпты. Содан Шебергүлдің мынандай қорапшасы болыпты. Осының ішінде, осындай қорапшаның ішінде инесі, жібі, сымы, тоқитын жіптері бәрі осы жерде тұрады екен. Осы жерде оның үйлері болатын, үйлері осы жерде болыпты, иә? Сосын кісілер, туысқандар, достары Шебергүлге тапсырыс беріп, көйлектер тіккізіп, неше түрлі қолғаптар тоқып, бәрі мақтайды екен. Қандай әдемі қолғаптар, қандай көйлектер киеді біздің Шебергүл, керемет қыз деп. Сосын бір күні ине мен сым бір-бірімен әңгімелесіп отыр дейді, қораптың ішінде. Осы бәрі Шебергүлді мақтайды, көйлектерді күшті тігеді дейді. Біз болмасақ, ине мен сым болмаса, ол көйлектер, қолғаптар қайдан шығады? Барлығы біздің арқамызда деп мақтаныпты, иә? Оны естіп қойған жіптер шулапты. Ей, ине, ей, сымдар, сендер не айтып жатсыңдар? Жіп болмаса көйлек пен қолғапты қалай тоқып тігеді Шебергүл? Ол біздің арқамызда. Көйлек адамдар киіп жүр, қолғаптарын киіп жүр қыста, бас киімдерін киіп жүр. Жіп болмаса киім болмайды. Сондықтан да ине мен сымда тұрған ештеңе жоқ. Біздер басты рөл атқарамыз. Содан ине мен жіптер бір-бірімен ұрсып, ренжісіп қалыпты. Екінші күні Шебергүл көйлек тігейін десе, мынандай инені алып, жібін бүйтіп қадайын десе, иненің көзі жабылып қалыпты. Инеде көз бар ма, Айсана? Қара, бар ма көзі? Тесігі бар ма? Оның көзі дейді иненің. Көзін жауып алыпты, жіпті өткізбейді, жын келді. Жіпті деген Шебергүл сулап деп қойып, иненің көзіне кіргізейін десе, жіпте кері қарай кетіп қалады дейді. Шебергүл, бұларға не болды екен? Не болды сендерге десе? Бүгін көңіл-күйіміз жоқ, біз тіктігіміз келмей тұр деп, екеуі ренжіп қалды. Сосын Шебергүл жарар онда деп, екеуін қорапшасына салып, енді сымды алып тоқиын деп жатырса, сымның екі басы былай қайрылып қалды. Жіптер де бір-біріне ширатылып, сымға бармай қойды. Шебергүл, ой, сендерге не болды десе, бізде шаршадық, өкпеледік бір-бірімізге деп сөйлемей қойды. Сосын Шебергүл жарайды онда деп, барлығын қорапшаға салыпты да кетіп қалыпты. Содан түнде Шебергүл ұйықтап жатса, біреулер жылап жатыр дейді. Кімдер жылап жатыр деп қараса, қорапшаның ішіндегі инесі, жібі, тоқитын сымдары, жіптері жылап жатыр дейді. Біз бір-бірімізден шаршадық, біз бөлек кетеміз, бөлек тұрамыз деп. Сосын Шебергүл жарайды, таңертеңге дейін шыдаңдар деп, таңертең тұрып инені басқа жерге, жіпті басқа жерге, сымды басқа жерге, тоқитын жіпті мүлде шкафтың бір жеріне тығып тастапты. Содан көйлекті де тікпеген, қолғапты да тоқымаған, Шебергүл демалып жүрген. Бір күні ұйықтап жатса, тағы біреудің дауысы шығады, жылап жатырған. Қайсы екен жылап жатырған деп бараса, шкафта жіп жылап отыр дейді. Мен сымды сағындым. Қашан тоқисың, Шебергүл? Ішім пысты, сымға барғым келеді деп жылап тұр дейді. Сосын тағы біреу жылайды дейді. Барса ине де жылап отыр дейді, көзіне жас сорғалап. Шебергүл, менің ішім пысты, жіптерді сағындым түрлі түсті. Қашан көйлек тігеміз, ішім пысты деп. Сосын тағы біреу жылайды дейді. Барып қараса, тартпадағы жіптер жылап жатыр. Инемізді сағындық, иненің көзіне енді тез өтеміз, қырсықпаймыз, тезірек баруға рұқсат берші деп. Сосын Шебергүл сұрайды, ал сендер бір-бірлеріңе не үшін ренжідіңдер деп. Сосын бәрі айтыпты, негізі көйлек тіккенде менсіз көйлек тігілмейді деп ине айтыпты. Менсіз қолғап тоқылмайды деп тысым. Сосын жіптер де шулапты, жоқ, бізсіз ештеңе өнбейді деп. Сосын Шебергүл айтыпты, жоқ, сендер
ұрыспаңдар. Ине болмаса, жіп болмаса, сым болмаса, мынандай тоқитын жіп болмаса, мен еш нәрсе жасай алмайтын едім. Сондықтан барлығымыздың ортақ еңбегіміз. Сондықтан мен кереметпін, мен бірінші орындамын, сен жамансың, сен екінші орындасың деп бір-бірлеріңізді бөлмеңіздер депті. Сосын ине мен жіп жақсы, онда келістік. Біздер енді бөлінбейміз, барлығымыз қайтадан осындағы қорапшаға салып, енелер айтады, бізді жіптерге түйреп қой дейді. Тоқитын жіптер айтады, бізді мынандай домалақ қылып барлығымызды жинап, ортасына сымды салып қой, бір-бірімізден ажырамайық, әйтпесе жоғалып кетсек, бір-бірімізсіз өмір сүру қиын екен дейді. Содан кейін Шебергүл ине мен жіптерді барлығын бір құтыда сақтаған екен. Ендеше қыздар, сендер де үйде мына құтының ішінде инелерді бөлеп, әр жерге лақтыруға болмайды. Барлығын не істейміз? Жіптерге түйреп қоямыз. Амина, сенің жіптерің бар еді, қайда алып кел? Оған дейін Айсанамен сөйлесе тұрайық. Айсана, Амина біздің былтыр шеберлер үйірмесіне барды, тігуді үйренді, неше түрлі дүниелерді жасап үйренді. Бірақ сен бірінші сыныпта оққаннан кейін апай әлі кішкентай деп алмады. Сондықтан сен келесі жылы барып үйренесің, жақсы ма? Егер де сенің көйлегіңнің түймесі үзіліп қалса, немесе бір жері жыртылып қалса, сен өзің қыз бала болғаннан кейін оны не істеу керексің? Тігіп алуың керек. Кел, Амина. Міне Амина біздің мынандай керемет өзінің қолдан жасайтын дүниелерін шеберлер үйірмесіне барғанда осы кішкентай қоржында сақтап жүреді. Аминаның жіптері көп екен. Қызыл, жасыл, сары. Көрсете қой, Амина. Көк, қара жіптер, жасыл. Қанша жібі бар Аминаның? Тамаша! Тамаша! Далила да жіптерін алып жатыр. Қайшысы бар екен Аминаның, тағы да қызыл жіптері бар екен. Және Аминаның инелері мынандай жерде тұрады. Бірақ барлығын бір жерге сақтаймыз, Мамамыз, сендердің мамаларың. Не өзінің? Міне, осылай ине мен жіпті бір жерде сақтап қоямыз. Мына инені енді мен ақ жіпке өліп қойайын, қадап қояйын. Жақсы ма? Олар бір-бірін сағынып, түнде жылап жүрмесін. Бір-бірлерінің қастарында ұйықтасын. Сөйттік па? Ұнады ма ертегім? Сондықтан инені әр жерге тастамаймыз, жіпке түйреп қоямыз. Және мынау менің құтым, мынау Аминаның өзінің дорбасы. Осы жерде ине жіптері үйірмеге баратын тұрады. Келесі жылы Айсана барғанда Айсанаға да бір дорба немесе мынандай қорапшаны арнайы сыйға тартатын боламыз. Солай ма, Дәлеш? Ендеше балаларға сау болыңыздар дейміз. Міне мен өзімнің түймемді әдемілеп қадап алдым, түсіп қалған. Сау болыңдар. Сау болыңдар.